Сәлем достар, бүгін біз терналық іздеу деген алгоритмін қарастыратын боламыз. Жалпы терналық іздеу ол бізде біріншіден қатаң артатын, кейін қатаң кемитін, немесе керісінше қатаң кемитін, кейін қатаң артатын функциялардың кесіндісінде минимум немесе максимум іздеу әдісі. Демек, ол қай функцияларда жұмыс жасайды? Мысалға, менде функция фундамент f от x да x деп жазсам. Функция бір кезде кеміп минимумға жеткеннен кейін тек артса, мына жер қисық кетті. Жалпы функция біріншіден тек қана кемитін болса, бір минимум нүктесінде тоқталып, сол жерден тек қана артса, ол бізде тернарлық әдіс қолдануға болатын функция. Бірақ ол тек қана сондай графиктер емес, және де бізде осындай график болуы мүмкін. Біріншіден тек артып, бір максимум нүктесіне жетіп, әрі қарай тек кемитін функция. Ол да тернарлық іздеу әдісі қолданылатын функция болады. Мұнда айтылғандай, тернарлық іздеу біріншіден қатаң артатын, кейін қатаң кемитін, немесе керісінше қатаң кемитін, кейін қатаң артатын функциялардың кесіндісінде минимум немесе максимум іздеу әдісі. Дәл мен осында көрсеткендей, біз не мына минимумды іздейміз, не мына максимумды іздейміз. Ол функцияға байланысты. Осы көк сызықпен сызылған функция болса, ол максимум іздеуге болады тернарлық әдіс бойынша. Ал қызылмен сызылғанды ол бізде минимумды іздеуге сай келеді. Осы алгоритмді минимум іздеуде қарастырайық. Бірақ максимум іздеу оған ұқсас екенін ұмытпайық, себебі ол тек қана аударылған деп санауға болады негізі. Функция f от x-тің LR кесіндісінде минимумы бар болсын. Біз x-min тапқымыз келеді. Қай x-пен оған жететіндігін. Демек, x-min ол бізде мұндағы x-мен осындағы x. Ол бізде функция осында минималды болса, мұнда орналасқан x, x-min болып табылады. X-min нүктесінде минимум орналасатын болса, L-ден x-minге дейін кесіндіде функция кемиді, x-min R-ге дейін нүктесінен функция артады. Ол бізде дұрыс. Себебі біз айтқандай минимумге дейін, анықтамасында айтқандай минимумге дейін функция тек қана кемиді, әрі қарай тек өседі. Демек, минимумге дейін осы жақ тек қана кемиді. Ал минимумнен бастап осы жақ тек қана артады. A мен B нүктесінде функция мәнін есептейік. A бізде осы мән алсын, ал B бізде осы мән алсын. L мен R, мен осында айтқан олар не білдіретін? Олар же айнымалылар. F от A, F от B-дан кем болса, x-min бізде
әуден б-ға дейін кесіндіде, ал керісінше f ата f ат б-дан артық болса, x-мен бізде адам бастап r-ге дейін аралықта жатады. Оны қалай дәлелдеуге болады? Осы мысалда біз a деп осы нүктені белгілесек, b деп осы нүктені белгілесек. Міне олар қара түспен белгіленген. Яғни осы жағдайда бізде x осымында функция жауабы осы қара сызық. Және де f ата f ат б-дан кем екенін біз осында көре аламыз. Себебі f ата мұнда орналасқан, f ат б мұнда орналасқан. Сондықтан x минимум бізде l санынан b санына дейін орналасуын көре аламыз. Демек, осы жақта емес екенін біз көре аламыз. Және де оның l-дан b-ға дейін мүмкін болуын да біз көре аламыз. Бірінші шарт орындалса r-тен b, екінші шарт орындалса l-тен a деп айнымаларды жаңартамыз. r-тен b жағдайы, демек f ата артық f b-дан жағдайы дәл осылай дәлелденеді. Осында b мен a орындарына ауыстырсақ. Осы итерацияларды r азайту l кем эпсилоннан шарт орындалғанға дейін қолданамыз. Эпсилон ол бізде жауапты қай дәлдікпен талап еткеніміз. Ол есеп шартында айтылады. Псевдокодқа келетін болсақ, ағылшынша тернарлық іздеу ternar research болады. Ternar research мен дегеніміз біз мұнда есебімізді минимум іздеу деп қарастырғанымыз. While циклінде осындай шарт бар. Right азайту left үлкен эпсилоннан. Демек, осы шарт true болса, біз осы итерацияларды орындаймыз. Әрі қарай a айнымалысын, b айнымалысын берілген осы мәндерге тең қолдарамыз. Және де осында айтылғандай, дәл сол шарттар жай осында жазылған. F ата кем f ат b-дан болса, right тен b, else left тен a. Return left қосу right бөлу 2. Ол бізде дәлдікті арттырады. Яғни эпсилонды 2-ке бөліп, оның дәлдігін арттырады. Асимптотика бізде логарифм l минус l бөлінген эпсилон көбейтілген 2. Және де логарифм негізі бізде 3 бөлі 2 болады. Әр итерацияда біз 2 функциямен санаймыз. Және де әрдайым іздейтін кесіндіні бір жарым рет есе қысқартамыз. Итерациялар r минус l артық эпсилоннан шарты true болғанша орындала береді. Сол үшін сондай асимптотика шығады. Яғни әрдайым бір жарым рет қысқартылса, ол бізде логарифм қолданудың керек екенін айтуда. Көбейту 2 себебі біз әр итерация сайын a мен b нүктесіндегі функция жауабын есептейміз. Шығару мысалына келетін болсақ, длинные ноги деген бір Котворс контестінен алынған
Тапсырманы алайық. Бұл Education First Round 146, Rated for Division 2 болған. B тапсырмасы, длинный ноги деп аталады. Бізде орыс немесе ағылшын нұсқалармен сіз осы Codeforce сайтында таныса аласыздар. Және де айнымалылардың есепте берілген шектеулерімен осы жерде таныса аласыздар. Менде осында оның қазақ тіліне аударылған нұсқасы бар. Бізге AB бүтін сандар берілген. Робот 0,0 нүктесінде тұр. Бізге AB нүктесіне жету қажет. Робот аяқ ұзындығы m деп белгілейік. Бастапқыда ол 1-ге тең. Көздеген нүктеге жету үшін біз әр қадам сайын берілген 3 операциядан бірін жасауымыз керек. X плюс m y нүктесіне секіру, x y плюс m нүктесіне секіру, m мәнін бір санына арттыру. Минималды қанша қадам санында біз AB нүктесіне жетеміз деген сұрақ қойып тұр. Шешуі. Біз жауапты тернарлық іздеу қолданып табайық. Бізде f(x) функциясы дайын жазылған болсын. Себебі қазіргі біздің мақсатымыз тернарлық іздеуді қолданатын кезді түсіну, оны жазуға үйрену. Ал f(x) функциясы ол бізде жай бір оңай теру деп атауға болады. Ол бізде f(x) ол x аяқ ұзындығы кезіндегі кететін операция саны. Есеп шартында бар мысалдарды үшін x осы аралықтарда қарастырсақ, бүтін сандардың натурал. Осындай f(x) жауаптары шығады. Міне осында берілгендей. a тең 1, b тең 1 мысалы. Бізде функция осылай тек қана артатын болады. Осы кезде бізде a тең 1, b тең 6 жағдайы. Бізде функция біріншені кеміп, содан артты. a тең 8, b тең 4 жағдайы. Функция біріншені кеміді, сонан кейін артты. Демек ол, мен алдында суреттеген осы функцияға тең. Және де тернарлы іздеу. Мысалы, осы жақта берілген тек қана артатын функция болса, ол сол кезде де қолдана алады. Себебі бізде осында шарт бойынша минимумге дейін функция тек қана кемитін болса, одан кейін тек артатын болу керек. Минимумге дейін ол тіпті бос болуы мүмкін. Мұнда бір кемитін нәрсе де болмауы мүмкін. Жай ғана арта берсе. Мұнда ештеңе болмаса, кішкентай кемі болса да осындай. Біз тернарлы әдісті қолдана аламыз. Осындай жағдайда да. Осындай жағдайда да. Осындай жағдайда да. Жалпы минимумнан бастап, немесе минимумге дейін, немесе минимум бастап, немесе осылай кетсе функция минимумге дейін кеміп, минимум кейін артып. Бірақ тернарлық іздеуді осындай жағдайда қолданбауымыз, ол асимптотикасы бинарлы іздеуден тым баяу болу. Тым баяу емес, бірақ оның мәні бар, мағынасы. Бинарлы іздеу, екілік іздеу, сол кезде бізде тезірек болады. Бірақ осы есепте біз екі жағдайда болуын көреміз, ол үшін тернарлы іздеуді қолданайық. f(x) жауаптары біріншіден кемуін, содан кейін минимум нүктесіне жетіп артуын көреміз. Оның тернарлық іздеу жағдайы екенін еске аламыз.
кодына қарасақ, ол бізде ебиді қабылдаймыз. Әрі қарай тернақ бізде осында қолданылады. Яғни мұнда A мен B мәндерін жаңартамыз. Осында осы жерде берілгенде left көбейту 2 қосу right. L қосу L азайту R деп жасап. Ал осында екі деп белгілесек. Бізде жауап солай саналады. Яғни ары қарай біз осы дәлдік 2 деп санадық. Осы жерде осы L-ден R-ге дейін жауаптың минимумын аламыз. L-ден R-ге дейін ара қашықтығы 2-ден артық емес, себебінде жауап дәлдігі 2 деп алынған. Calc ол бізде дайын функция мен айтқандай. Ал енді тексерейік. Міне полное решение деген кірдік. Яғни код дұрыс. Іздеуге есептерді Codeworks сайтындағы тренировки таба аласыздар. Мұнда тек қана теория деп жазсаңыз жеткілікті. Мұнда тренировка СПБГУ деген шығады. СПБГУ деген ол бізде университет Санкт-Петербурге дейді. Сол тек қана тернарный поиск емес бинарный поискті шығаруға болады. Шарттары тестілеу системасы барлығы бар. Және де осы бейне жазбада бір нәрсе түсініксіз болса, есепті талқылау чатына кіріп, оларды қоя аласыздар. Әлде бір ұсыныстарыңыз болса жаңа видеолар үшін. Осы есептерді талқылау каналына мен презентацияны жүктеймін. Сіз істей алуыңыз үшін бір немесе қателерін көрсеңіз бір оларды редакциялау үшін, өзгерту енгізу үшін мынасыздар. Тағы да тернарлық іздеуге қатысты есеп таптым. Ол бізде областный олимпиада деген топта бар. 2018 жылғы облыстық олимпиада такси деген тапсырмада тернарлық іздеу кездеседі. Онымен шығаруға болады. Бірақ бізде осы тапсырманың есеп шарттары тек орыс тілінде берілгенін таптым. Ал қазақ тіліндегі шарттарын әлі таба алмадым. Және де өзіме әлі аударған жоқ. Және де архивтегі давай тег басып, тернарный поиск деп тапсаңыз болады. Тернарлық іздеу орысшада тернарный поиск деп аталады. Өте көптеген есептер бар. Рейтингтары үлкен. Назарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыз.